Орешке дайындаймыз. Ол үшін 150 грамм сары майымызды ерітіп, оған бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Сары майымыздың пайызы 82,5 болуы қажет. Осылай жақсылап араласқаннан кейін үстіне 100 грамм шекерімізді салып араластырамыз. Осы кезде шым-шым тұз қосып жіберсеңіздер болады. Үстіне ұнымызды саламыз. 370-400 грамм ұнымызды саламыз. Ұнымызға алдын ала разрыхительді араластырып аламыз. 1 шай қасық. Осылай илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Қамырды салафанға салып, холодильникте 15-20 минут міндетті түрде ұстаймыз. Холодильниктен шығарғаннан кейін осындай таразының көмегімен 7-8 грамм бөліп аламыз. Барлығы бірдей көлемде шығу үшін. Және формамызды қыздырып, бастапқыда формамызды кішкене майлаймыз, кейіннен майлаудың қажеті жоқ. Формамызға барлығын орналастырып, формамызды жауып пісіреміз. Формада 3-4 минут ұстап пісіріп аламыз. Пісіп шыққан орешкеларымызды кішкене ұстап, салқындағаннан кейін ішіне өзіңіз қалауыңыз бойынша шоколадный майларды немесе вареный сгущенкаларды қолдансаңыз болады. Мен бұл жерде 3 желанияның вареный сгущенкасын салдым. Осылай барлығының ішіне салып шыққаннан кейін тағы да 10-15 минут холодильникте ұстап аламыз міндетті түрде. Кейіннен осылай ұсынсаңыз болады.